Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен штрули дайындаймыз. Өте дәмді әрі тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге керек 300-400 грамм ет. Еттің орнына тауықтың етін қолдансаңыздар да болады. 1 штук пияз, 1 сәбіз, 1 қызанақты турап, жақсылап қуырып аламыз. 1 ас қасық соевый соус, 1 картоп, стручковый фасоль салсаңыздар да болады. Толығымен барлығын араластырамыз. 2 стакан су и бетін жауып бұқтырып қоямыз. Тестамызды жұқа қылып жаямыз. Бетіне сұйық майды толығымен жағып шығамыз. Ішіне салмасына 1 лук, 1 сәбізді үккіштен өткізіп, тұз бұрышын дәм тұзына қарап қосасыздар да, жайған қамырымыздың бетіне толығымен жағып шығамыз. Рулет тәріздес қылып ораймыз да 2-3 сантиметрде размерде кесіп, подливымыздың үстіне қойып шығамыз. 25-30 минут бұқтырып қоямыз. Мінекей штрулейіміз дайын. Дастарханға қоя берсеңіздер болады. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Ұлбосын. Астарыңыз дәмді болсын.